Қайырлы күн, құрметті жиынға қатысушылар. Бүгін Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Тоқмақ 2 кен орнында құм қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған жоба келіп тұр. Жалпы жобаны Әсет дейтін ағамыз жүргізеді. Жиналыста қазір бірінші жиналыстың төрағалық ететін мен, хатшысын сайлауымыз керек болады. Хатшысын Тоқшай Батыр. Қарсылық бана хатшылық болуға. Қарсылық жоқ болса жиынымызды бастаймыз. Баласеке өзіңіз түсіндіріп жіберсеңіз. Давай, доклад. Мен Тоқшай Батыр Ахмелиш, осы проекттантпын. Осы кен орнының керек жобаларын істеп жатқан. Докладты бастаймын. Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында Тоқмақ 2 кен орнында құм қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған тау-кен жұмыстарының жоспарының негізгі мақсаты қоршаған ортаның компоненттеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, оның бастапқы жай-күйін ескере отырып кәсіпорын жұмысы кезінде қоршаған ортаның сапасының өзгеруін болжау, азайту немесе жою бойынша ұсынымдар. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру орны Тоқмақ 2 кен орны Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының жерлерінде әкімшілік тұрғыда орналасқан және Баянды жақын елді мекеннен оңтүстік-шығысқа қарай 16 шақырым қашықтықта орналасқан. Құм қиыршық тас қоспасын құрылыс топырағы ретінде пайдаланудың негізгі бағыты жергілікті автомобиль жолдары мен мұнай кәсіпшілігі алаңдардың жер құрылымдарын салу. Тоқмақ 2 кен орнын пайдалану мерзімі 10 жыл құрайды, 2026-тан бастап 2030 жылға дейін. Жобалаған карьер құрамында келесі нысандар болады. Нақты карьердің өзі, асылған жыныстардың уақытша сыртқы үйінділері, атфалдар дейміз ғой. Карьер ішіндегі және алаңаралық жолдар, дренажды біліктер мен арық, әкімшілік тұрмыстық кен. Жобаланатын өндіріс объектілері орналастырылатын жерлер құнарлы қабатының сапасы бойынша төмен құнды және ауыл шаруашылығы жүргізуге жарамсыз болып табылады. Біз сол жерге барып жоқ қой, кілең қазылған жерлер, сосын мында нелер бар да, ойылған, қарған атқан жерлер мал алу өте қиындау. Аршу жыныстарына өсімдіктердің сирек тамыры бар құмды саздақтар, аршылған жыныстарды алып тастау және оларды уақытша үйінділерге тасымалдау бульдозермен жүзеге асырылады. Тау-кен технология қасиеттері бойынша игерілген пайдалы қазбалар бортпылдақ жыныстарға жатады және оны экскавациялау алдын ала қопсытусыз мүмкін. То есть жару, мару ештеңе болмайды. Пайдалы қазбаларды өңдеу мынадай схема бойынша жүргізетін болады. Сою, забой, жүк көтергіш, тиегіш, автосамосвал, құрылыс орны. Құм қиыршық тас қоспасын өндіру үшін осы жобада тау-кен технологиялық жабдықтар мен автокөліктерді пайдалану көзделеді. Карьердің жалпы ауданы 13,1 гектар. Берілген жұмыс учаскесі пайдалы қазбаның теңгерімдегі геологиялық қорларын толығымен қамтиды. Карьер аптасына 5 күн, бір ауысымда 8 сағат жұмыс істейді. Карьерде әзірлеу кезінде карьердің жылдық ұзақтығы 61 күнтізбелік күн жұмыс күні. Жобада жылдық өндіру көлемі 26-35 жылдар 50 мың. Жылына 50 мың куб деп жобамен есептеліп тұр. Жобаланған объекттің әрекеті кезінде қоршаған ортаны ластайтын негізгі ингредиенттер мен шаң мен улы газдар болады. Ұйымдастырылмаған шаң шығарындары келесі технологиялық операцияларды жүргізу кезінде пайда болады. Шатырды тазарту жұмыстарын жүргізу, құм қиыршық тас қоспасын тиеу, құм қиыршық тас қоспасын карьер жолымен межелі жерге тасымалдау, улы газдар шығарындыларының көзі ішкі жану қозғалыстары болып табылады. Осы жобамен Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданындағы Тоқмақ 2 кен орнында құм қиыршық тас қоспасын өндіру жоспарлануда. Сондай-ақ жобалық қызметті жүзеге асыру өңірдегі де жергілікті тұрғындар үшін де әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсартуға да ықпал ететін болады. Жоспарланған қызметті іске асыру шеңберінде қызметкерлердің жобалық саны 15 жұмыс орнын құрайды. 15 адамға жұмыс істейді карьерде, жұмыс істегеннен кейін. Осылайша жобаны іске асыру Маңғыстау облысының және тұтастай алғанда елдің тұрақты дамуы үшін елеулі пайда әкеледі.
Жобалаған карьердің құрамында келесі нысандар болады: жеке карьер, әкімшілік тұрмыстық үй-жайлар, карьер ішіндегі жолдар. Жобаланатын өндіріс объектілері орналастырылатын жерлер, бұны оқыдым ғой. Қазіргі уақытта ашық тау-кен жұмыстарында шаң мен газбен күресу мәселелерін көбірек көңіл бөлінуде. Өйткені жұмысшылардың қолайлы еңбек жағдайларын жасау олардың шешіміне байланысты. Бұл сайып келгенде еңбек өнімділігінің артуына және санитарлық гигиеналық жағдайлардың ғана емес, сонымен қатар тау-кен кәсіпорнының экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруына әкеледі. Карьерде жұмыстар тек жылы мезгілде жүргізіледі. Шарт түзуін азайту үшін мынандай іс-шаралар көзделеді: кен жарды үйінділерді, карьер ішіндегі және алаңаралар автожолдары жүйелі сумен суару, ал құрғақ желді ауа райында күніне 2 рет. Тау массасының төгілуін болдырмау үшін автомашиналардың шамадан тыс жүктелуінің алдын алу, автокөлік пен жер қазу техникасының қозғалыс жылдамдығын оңтайлы минимумға дейін төмендету. Жылы мезгілде наурыз-қараша айларында карьер-ішілік автожолдарды суару 1 литр шамамен су шығынымен ауысымда 2 рет жүргізіледі. Bir шаршы метрге 1 литр судай қылып шашып тұрады. ЖК Абишев, Әбет Сәбит жүзеге асыратын технологиялық процестер қолданыстағы алаңдар мен объектілерді ұғымды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жер жамылғысына өсімдіктер мен жануарлар әлеміне барынша аз әсер етуге өкіледі. Қысқаша осылай. Енді сұрақтарыңыз болса, ЖК Абишевтің өзі отыр, сосын проектант мен сияқты сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Мен бір-екі ауыз айтып жіберейін енді. Тоқмақ 2 дейтін, жаңа докладта болды ғой, 15 километр болды. Жаңа ескендіктен сұрап отырсың, қай жерде? Мына қожаның үйінен шығатын жер ғой. Ол енді түріктің жері ғой, өзіміздің жеріміз негізі. Кірме шықпа жолы өзіміздің территориядан өтеді. Сосын енді біздер, менде енді мына Баянды 5 дейтін кен орын бар. Обычный строительный ПГС шығатын жерде. Сол жерде енді біз неше жылдан бері уже 10 шақты жылдың үстінде айналысып жатырмыз ғой. Негізі карьерді жүргізу дейтіннің өзінің бір нелері бар, бір ережелері бар да. Мысалға біздер үстін ашамыз, құмын аламыз, қайттан сол жерде гумусный слой дейді ғой, сонымен қайтадан тегістеп кетеміз. Ол дейтін мысалға 3-4 жылдан кейін сол жерге шөп шығады да қайтадан. Зияны жоқ көп. Сосын енді жол, мына енді основной қатынайтын жол ғой, мен оны білдім, бір айқай болатын осы жолдың да. Сондықтан мен грейдер сатып алдым, грейдери салдым. Специально осы жолды күреу үшін тегістеп, чтобы ешкім возмущать етпеу үшін енді. Хотя ол жақта 4-5 карьер бар. Осыған дейін істеп келдік. Ол жұмыстарды біз особенно мынандай ылғал кезде істейміз да, көктемде, күзде істейміз. Себебі қазір оны жасау. Менде қазір мысалы мұнайдың чатында өзім бармын. Әңгіме болып жатыр ғой, жол деп. Мен ештеңе жазып жатқан жоқпын, бірақ сол жолды жасайтын біз өзіміз де былай жасаймыз, ешкім айтпайды негізі. Себеп деген әркім енді өз жұмысын жасағаннан кейін айналасындағы зиян тимеу керек, жол шұқыры болмау керек. Бұрындары енді осыдан бір 10-15 жыл бұрын теп-тегіс жол ғой негізі. Содан кейін енді қазір енді оны істеу мүмкін емес, қазір тем более жер қатып жатыр, жер құрғақ та, оны істесең одан да пайдамыздан гөрі зиянымыз не? Ала шаңғыдан жер. Бір жаңбырды күтіп отырмыз. Сосын ана грейдеріміз біздің кішкене ескілеу өткенде сатып жібердік. Сол грейдерді ақшасын төлеп қойдық, бір какой-то определенный частысын, енді бір несін төлесек, жаңалау грейдер алып, постоянно сол жолды біз өзіміз күреп отырмыз. Емірдің тұрғындары бар, попросить етіп, ары қарай келіп береміз. Жалғыз сенен басқа ешкім жоқ па, көмектесі қайыр жоқ па, бір жалпы енді оны біреулерге айтамыз, енді оны мен заставить ете алмаймын ғой. Тоқтату керек бәрі. Заставить ете алмаймын. Сосын енді мына мен айтайын дегенім, біздің карьердің арасында мысалы құм төгетін жерлері бар да, мысалы көтеретін жерлері бар. Оларда менің құмым қазіргі құмым жарамайды, ол строительный да. Білеміз. Теңіздің құмы сияқты. Жақсы білеміз. Мына тоқымақтікі кішкене келіңкірейді, ертең мысалға етіп жатсақ, оны мысалға и тегістеп те, и төгіп те, и сүріп те көруге болады да мысалға. Әсіресе мына Баяндан бастап мостқа дейін вообще жаман да кәдімгі. Ол жерді әдейі сүрдірген. Әдейі сүрдірген. Оған үстіне келген мәшинелер. Ол әбден жасамай, дорожный жаңа. Шаңын көтеріп бір жағынан соны істесем қатты жүреді да машиналар. Енді бізде особенно мысалға мына проектте мысалы 50 мың тонна ма мысалы 50 мың куб па мысалы берілсе, біздер содан аспаймыз. Мысалы анау ұқсап басқа бір нелер ұқсап жаңағыдай аш көзденіп ойбай анау мынау деп мысалға
қандай проектте көрсетілді. Бізде вообще қазір азғантай жүріп жатыр қазір жұмыс. Соны өзімізге қанағат. Сонымен жайлап жасап жатырмыз. Енді кейбір кәрілер бар, мысалы айналада мусор төгеді дейді, оның бәрін енді естіп жатырмыз, бірақ үндемейсің ғой. Біз жылайтын сол келген машинге мусор төкпейсіңдер, мусор төксе қайтадан тиетіп жібереміз, өзіне соның шарасын аламыз. Айналаға зиянымыз тигізбейтіндей қылып, ана бір не бар, жолдың бойына төгеді. Ондай вообще ол категорически болмайды ол. Сол ең мен нететінім сол да, сол шаруаның бәрі сол жаңа берілген аумақ па, 10 гектар ма соның ішінде болады. Сол мен айтайын дегенім. Сізге мына немен барайын деп тұрсыздар ғой. Біз өзіміздің жолмен барамыз. Өзіміздің жолмен ары қарай шығып кетеміз. Сол жақсы бізге да. Біз ары қарай грейдер салып қойдық, себеп деген ол жерде де шаруашылықтар бар, ол жерде де мал жайлар, себеп деген бір жолмен кіріп, бір жолмен шығуымыз керек та. Біз жапа тармағай бүйтпеуіміз керек та. Міне ана беретін болса көптің ішімен кететін проблема бар. Проблема ол дейтін. Сондықтан енді минимальный не болу керек қой, зиян айналаға енді. Артынан сосын істегеннен кейін істеген учаскемізді жауып отырамыз біздер специальный экскаватормен ұстап, келесі жыл шөп шығу үшін. Ол жерде ішінде мал жайылып жүреді ішінде де. Қазіргі карьеріңіз бен ашылатын карьердің арасы қанша? Оның арасы где-то 6 километр, 5 километр. Мына күншік жағында ғой да. Иә, мына күнбатыс бетінде мына. Күнбатыс беті. Мына қазір Азимуттікінің күнбатысында ма? Азимуттардың қасында сол. Бұрынғы азимут бар ғой, қазып кеткен ғой, соның қасында. Ол солар жол салды ғой өздеріне да, сол жолмен жүрмейсіз. Ол жол ана карьердің ішімен жүреді, сосын ол жол өздері сатып алды, оны шлагбаумға жауып қойды. Сосын ары қарай да шыға алмаймыз біз. Себеп деген ана жерде шаруашылықтар. Мына қазір немен шатқа шығатын жолмен барып алдында әкеп алдық қой. Сосын кімнің шаруа қожалықтарымен карьерді жағалап ары қарай шығып кететін тағы бір грейдер жолы, ол жолмен жүрмейсіз. Ол мынау кастранцовдың грейдері ғой, оған дейтін грузовоз. Жоқ, ол болмайды. Өзіміздің жолмен жүрміз. Мынауда карьердің ішімен шығатын болса, ол да біреудікі ғой. Біреудің жері бәрі, айналаның бәрі шаруашылық. Сондықтан ол жерде дейтін тек бір жолмен кіріп, бір жолмен шығу керек қой. Біреуге зависимый болмаған. Иә. Ол откуда дұрыс шығар, ала шаңғылатқа машин келеді. Біздер де барынша айтып жатырмыз, шаңғылма, мусор төкпең, біз асырып тиемейміз. Ешқандай тұрғындардан, адамдардан ешқандай жалобы түспесін деп. Палаткаларын жауып жүру. Иә, бәрін көріп өтіп. Тағы сұрақтар бар ма? Кімнің қайыр тиіп жатыр, кімнің қайыр тимей жатыр, бәрін біліп өтіп. Бізде қарсылық жоқ, жалпы енді Асекеңді біз білеміз ғой, соны қанша осы жол бойынша қанша мәселелер көтеріліп, соның ішінде жүріп, басы-қасында жүрміз. Сосын басқа кәсіпкерлерге де алдарына да талай бардық, көмек сұрап, жол бойынша енді былайша айтқанда өздерінің жасау керек, енді жол білініп жатады, шаң болып жатады деген сияқты. Өздерінің жасау керек нәрселерін біз соны жасаңыз деп сұрап жүрік қой. Бұл кісі енді Асекең біз айтпай-ақ та өздері жасап жатыр ғой. Сосын басқаша да территорияға да, өзінің территорияға да, жолға да қатысты емес, былай да көмектерін беріп жатыр. Осы маңайына шапағатын тигізіп отырған кәсіпкер ғой. Біз ондай кәсіпкерлерді қолдаймыз әр уақытта. Ал енді өзінің жаңағы былай сыртқа көмектеспек түгілі өзінің жаңағы өндіріп отқан жерін былғап, талқан қылып отқан кәсіпкерлер бар. Мұндайларға енді сондай тыңдауларға келіп қарсылықтарымызды білдіріп жүрміз ғой сірә. Асекеңді қолдаймыз. Осындай елге қайыр тигізіп жүрген азаматтарды парызымыз деп білеміз қолдау. Қарсылық жоқ ешқандай. Қарсылық жоқ па? Менде бір не бар еді, өтініш па, не ма, сәлематсыз ба? Ұсыныс деп білесіздер ма? Жалпы енді мына жол мәселесін айтып жатыр ғой, естіп те жатырмыз, жол жасап жатыр екен деген десеңіз, түріңізде өзім енді көріп тұрмын да, мысалға. Ал енді ол енді әркімнің өзінің парыз деп ойлаймын. Ол жерде қаншама мекемелер бар өтіп кетіп жатқанда, әр қайсының өзінің ар-ұжданы не қылатын өздерінің парызы шығар деймін, жолдарын жөндесе. Ал енді мына Баяндының да бір екі көше бар. Су құбырға қосылмай тұрған, сол құбыр реттеп бере аласыз ба? Су құбырына? Кран. Су құбырына ондай сұрақ болып көрген жоқ, айналысып көрген жоқ, сондай су канализациямен. Қыдырбекпен. Көмектесе аласыз ба дейсіз? 600 метр жүздік тұру атауы. Көрейік. Мүмкіншілігінше қараймыз мүмкіншілігіне. Қыдырбекпен сөйлесіп, қанша керек, не керек. Жалпы қарсы емес. Қарсы емеспін. Қарсы емеспін.
рахмет. Болды. Онда ешкім қарсы болмаса жиналысымызда ұсыныс пікір жоқ қой басқа. Жоқ, жоқ. Жиналысымызды онда жабық деп жариялаймын.